Идет, поставим. Окей. Давайте. Фотода да жоқ mu тек? Аты жөніңіз просто дұрыс жазсын ба, дұрыс жазсын деп. Жоқ, мәселе айтқанымыздан көшіргенде қателік жүзінде деп тұрады. Номер телефона ашыңыз, пожалуйста. 8 775 791 72 76. 72 76. Ага. Житель, да, поселка? Да. Құрметті онлайн қатысушылар, аты жөндеріңізді, лауазымыңызды жазып өтсеңіздер чатқа тіркеуге. Жай не тыңдау, алып тұруден біз шешпейміз ештеңе. Амиржанова. Поставить? Женисбекова. По паспорту Амиржанова. Қайырлы күн, құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Женисбекова. Акционерлік қоғамдастығы Алтын Алмас Аба облысындағы Мезек кен ауданының 137-ші блок шегіндегі лицензиялық алаңда қатты пайдалы қазбаларды барлау жоспары үшін жұмыс жобасына әсер етуге экологиялық рұқсат алуға арналған материалдар бойынша мүдделі жұртшылықтың ашық жиналысы арқылы бастаймыз. Экологиялық кодекстің 73-ші бабының 11-ші тармағына және қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларының 21-ші тармағына сәйкес қоғамдық тыңдаулар әкімшілік аумақтық бірліктің жергілікті атқарушы органы өкілінің төрағалығымен өткізіледі, яғни менің Қараөлем ауылдық округ әкімінің аппарат мемлекеттік мекемесінің бас маманы Капезова Сарасырмовна. Қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларына сәйкес жиналысқа қатысушылар қоғамдық тыңдаулардың хатшысын сайлауы және қоғамдық тыңдаулар регламентін бекітуі қажет. Қоғамдық тыңдаулардың хатшысы болып Соловей Лариса Анатольевнаны сайлауды ұсынамын. Кім қарсы болса, қолдарыңызды көтеріңіздер. Сайлау үшін қолдарыңызды көтеріңіздер. Жиналысқа қатысушылардың көпшілік дауысымен хатшы сайланды. Қоғамдық тыңдауларды өткізудің мынадай регламенті ұсынылады. Бірінші, баяндамашының сөз сөйлеуі 30 минутқа дейін. Екінші, баяндаманы талқылау, қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстарын тыңдау, қоғамдық тыңдаулар тақырып бойынша сұрақтар мен жауаптар 30 минутқа дейін. Сөз сөйлеу және сұрақ қою, ескерту және немесе ұсыныс жасау үшін қолыңызды көтеріп өзіңізді хаттамаға ұсыну қажет. Сұрақтар, ескертулер мен ұсыныстар қоғамдық тыңдаулардың мәтіні бойынша болуы қажет. Қоғамдық тыңдаулардың қорытындысын шығару 15 минутқа дейін. Мен регламентті бекітуге дауыс беруді ұсынамын. Қоғамдық тыңдау ережесін бекіту үшін қолдарыңызды көтеріңіздер. Кім қарсы болса, қолдарыңызды көтеріңіздер. Осы хаттаманы дайындау үшін бейне және аудио жазба жүргізіліп жатқанын хабарлаймын. Сөз баяндамашы Керім Даниярға беріледі. Рахмет. Құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар,
Бүгін біз Алтын алмас акционерлік қоғамының Абай облысындағы Мезек кен орнының 137-ші блогы шегіндегі қатты пайдалы қазбаларды барлау жобасы бойынша экологиялық рұқсат алу мақсатында материалдармен танысамыз. Жоба құрамында келесі негізгі құжаттар қарастырылған: рұқсат етілген шығарындылар нормативтерінің жобасы, қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, қоршаған ортаны қорғау бөлімі, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары. Бүгін осы жобалық құжаттаманың негізгі мазмұнымен және экологиялық аспектілерімен қысқаша таныстырамын. Қоғамдық тыңдаулар өткізу негіздемесі. Қоғамдық тыңдаулар өткізу Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 96 бабының 1 тармағына сәйкес міндетті болып табылады. Бұл талап мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу процесінің маңызды бөлігі. Сондай-ақ мемлекеттік экологиялық сараптаманы жүргізу қағидаларының 3 тармағына сәйкес экологиялық сараптаманың міндетті түріне бірінші және екінші санаттағы объектілер жобалау құжаттамасы, сондай-ақ экологиялық рұқсат алу үшін әзірленетін өзге де жобалар жатады. Осыған байланысты біздің жоба Мезек кен орнында қатты пайдалы қазбаларды барлау жөніндегі жоба аталған санатқа кіреді және қоғамдық тыңдау өткізу заң талаптарына сәйкес жүзеге асырылып отыр. Кәсіпорын туралы жалпы мәлімет. Жұмысты жүзеге асыратын субъект Алтын алмас акционерлік қоғамы. Кәсіпорын негізгі қызмет түрі құрамында алтыны бар кендерді өндіру және өңдеу. Зерттелетін Мезек алтын кен орны Абай облысы аумағында әкімшілік тұрғыдан Семей қаласына қарасты М43-20 парағының шегінде орналасқан. Осы жобаның аясында Мезек кен орнында геологиялық барлау жұмыстарын толық кешенін жүргізу жоспарланып отыр. Жоспарланған жұмыстар келесі негізгі кезеңдерден тұрады: дала алдындағы жұмыстар, дайындық және ұйымдастыру шаралары. Дала жұмыстары: тікелей барлау, бұрғылау және сынама алу процестері. Сынамаларды өңдеу, алынған материалдарды сұрыптау және алғашқы талдау. Зертханалық және технологиялық зерттеулер, құрамындағы пайдалы компоненттерді анықтау. Камералық жұмыс, барлық алынған деректерді өңдеп, геологиялық есептер дайындау. Жобаның негізгі мақсаты осы жұмыстарды орындау арқылы қоршаған ортаға әсер етуге бірыңғай экологиялық рұқсат алу болып табылады. Мезек кен орнының 137-ші блок шегінде лицензиялық алаң Абай облысының Семей қаласына әкімшілік тұрғыда қарайтын аумақта орналасқан. Кен орнының географиялық координаттары жобалық материалдарда толық көрсетілген. Олар шамамен 48 градус 45 минут пен 48 градус 59 минут солтүстік ендік және 73 градус 43 минут пен 77 градус 59 минут шығыс бойлық аралығында орналасқан. Жақын маңдағы тұрақты су ағындылары Түлкібас, Күрөзек, Сарыөзек және Ащысу өзендері жатады. Бұл өзендер кен орнынан шамамен 40 шақырымдай батыс бағытта орналасқан және Балқаш көлінің су жүйесіне құяды. Белгіленген жұмыс аймағында су қорғау аймақтары мен белдеулері жоқ. Бұл барлау жұмыстарын экологиялық талаптарға сай жүргізуге мүмкіндік береді. Жоба бойынша санитарлық қорғау аймағы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 11 қаңтарындағы номер ТР-2 бұйрығына сәйкес анықталды. Аталған құжаттың талаптарына сәйкес кен және кен емес қазбаларды өндіру нысандары үшін санитарлық қорғау аймағының нормативті мөлшері 500 метр болып белгіленген. Жүргізілген есептеулер нәтижесінде барлық ластаушы заттардың концентрациясы 500 метр қашықтықта белгіленген санитарлық нормалардан аспайтыны анықталды. Жүргізілген талдау нәтижелері бойынша Мезек кен орнында атмосфералық ауаға әсер ететін көздердің саны мен шығарындылар көлемі келесідей анықталды. 2026-2027 жылдары атмосфераға 8 көзден шығарындылар жоспарланған. Оның ішінде біреуі ұйымдастырылған және жетеуі ұйымдастырылмаған ластану көзі бар. 28 жылы 9 көз, оның ішінде біреуі ұйымдастырылған және 8-і ұйымдастырылмаған көз іске қосылады. 29 жылы да 8 көз, ал 30-31 жылдары 7 көз атмосфералық ауаға әсер етеді. Жалпы кезең бойынша ластаушы заттардың шығарындылары келесі мөлшерде белгіленеді. Слайдта көрсетілгендей, 26 жылы 28,5 тоннадан асады, 27 жылы 31,3 тоннадан, 28 жылы 30,4 тонна, 29 жылы 32,9 тонна, 30-31 жылдары шамамен 29,2 тонна жылына шығарынды бар. Барлық есептер экологиялық нормативтерге сай жүргізілген және атмосфералық ауадағы ластаушы заттардың концентрациясы рұқсат етілген шектерден аспайды.
келесі. Қалдықтарды түзілу нормативтері мен лимиттері. Мезет кен орнында 26-30 жылдар аралығында жүргізілетін жұмыстар барысында өндіріс және тұтыну қалдықтарының 7 түрі түзіледі деп болжануда. Олардың ішінде қауіпті емес қалдықтар 4 түр, қауіпті қалдықтар 3 түр. Жалпы қалдықтардың жылдық түзілім көлемі шамамен 3035 тоннаны құрайды. Барлық қалдықтар арнайы белгіленген сыйымдылықтар мен алаңдарда уақытша сақталады, сақтау мерзімі 6 айдан аспайды. Осыдан кейін қалдықтар лицензиясы бар ұйымдарға шарт негізінде шығарылады және кәдеге жаратылады немесе жойылады. Барлық процестер экологиялық және санитарлық талаптарға қатаң сәйкестікте жүргізіледі. Сумен жабдықтау және су бұру. Жоба бойынша өндірістік және шаруашылық ауыз сумен жабдықтау толығымен сырттан тасымалдау арқылы жүзеге асырылады. Техникалық су арнайы машиналармен жеткізіледі, ал ауыз су қажеттіліктері үшін бөтелкедегі тасымалданатын су пайдаланылады. 26-30 жылдарға арналған жалпы су тұтыну көлемі жылына шамамен 937 мың текше метрді құрайды. Оның ішінде шаруашылық тұрмыстық қажеттіліктерге 0,42 мың метр куб, суару және техникалық мақсаттарға 935 мың метр куб. Судың басым бөлігі қайтымсыз тұтыну, ал жылына шамамен 1,7 мың метр куб су қайта пайдалануға жіберіледі. Ағынды суларды табиғи су объектілеріне ағызу жоспарланбайды. Шаруашылық тұрмыстық сатынды сулар герметикалық септикке жиналады, кейін ассенизациялық техника арқылы шығарылып, арнайы шарт бойынша бөгде ұйымдарға беріледі. Сондықтан бұл жоба үшін рұқсат етілген төгіндер нормативтер әзірлеу талап етілмейді. Өндірістік экологиялық бақылау. Өндірістік экологиялық мониторинг кәсіпорнында арнайы әзірленген өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы шеңберінде жүзеге асырылады. Бағдарлама аясында келесі бағыттар бойынша тұрақты бақылау жүргізіледі. Атмосфералық ауа сапасы. Кәсіпорын көздерінің және санитарлық қорғау аймағының шегінде сынамалар 90-на бір рет алынады. Өндірістік қалдықтар мониторингі. Түзленетін қалдықтарды есепке алу және олардың қозғалысын бақылау түрінде тұрақты түрде жүргізіледі. Топырақ жамылғысының жағдайын бақылау кәсіпорын аумағында жылына бір рет жүргізіледі. Радиациялық фон бақылау сондай-ақ жылына бір рет жүзеге асырылады. Барлық бақылау нәтижелері белгіленген тәртіппен тіркеліп, уәкілетті мемлекеттік органдарға есеп түрінде ұсынылады. Табиғатты қорғау шаралары. Жоба аясында қоршаған ортаны қорғауға бағытталған бірқатар іс-шаралар қарастырылған. Атмосфераны қорғау шаралары. Тау-кен жұмыстары кезінде, әсіресе құрғақ және желді ауа райында тозаңның таралуын болдырмау үшін жол беті сумен ылғалдандырылады. Сонымен қатар техника жұмысы кезінде бөлінетін газдар мен шаң деңгейін төмендету мақсатында персонал қауіпсіздік нұсқаулықтарын қатаң сақтайды, техника уақытылы профилактикалық тексеру және жөндеу жүргізіледі. Жер асты суларын қорғау шаралары. Кәсіпорында сарқынды суларды қабылдау және бұру жүйесі үнемі техникалық жарамды күйде ұсталады. Жер асты суларын пайдалану және олардың көлемін есепке алу тұрақты түрде бақыланады. Топырақ қорғау шаралары. Кәсіпорын аумағында тұрмыстық және өндірістік қалдықтармен ластауға жол бермеу мақсатында қалдықтар арнайы контейнерлер мен қоқыс жинағыштарда жиналады. Жиналған қалдықтар белгіленген полигондарға шығарылады және залалсыздандырылады. Қалдықтармен жұмыс істеу шаралары. Қалдықтар әртүрлі түрлері жеке-жеке жиналады. Барлық қалдықтар шарт негізінде мамандырылған ұйымдарға тапсырылады. Тапсырылады қалдықтардың түзілуі, тасымалдану және кәдеге жаратуы тұрақты түрде есепке алынып бақыланады. Қалдықтар арнайы жабдықталған алаңдарда және контейнерлерде 6 айдан аспайтын мерзімде сақталады. Кейін кәдеге жаратуға немесе жоюға жіберіледі. Санитарлық гигиеналық шаралар. Санитарлық қорғау аймағында және өндірістік аумақта өндірістік бақылау жүйесі ұйымдастырылады. Дезинфекция, дезинсекция, деретизация шаралары тұрақты жүргізіліп отырады. Барлық қызметкерлер арнайы киіммен, аяқ киіммен және жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етіледі. Жергілікті желдету жүйелерін шуды азайтатын құрылғылар орнатылады. Қызметкерлер медициналық тексеруден алдын ала және мерзімді түрде өтеді. Өсімдіктер мен жануарлар дүниесін қорғау шаралары. Жануарлар мен өсімдіктерге әсерді азайту және олардың табиғи мекенету ортасын сақтау көзделген. Көлік қозғалысы қатаң түрде белгіленген жолдармен ғана жүзеге асырылады. Аумақтың
табиғи жамылғысын бұзбау және қалпына келтіру шаралары қарастырылған. Бұл шаралар кәсіпорынның қызметін қоршаған ортаға әсерін азайтып, экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған. Жобаны іске асырудың балама нұсқалары және негізгі нұсқаны таңдаудың негіздемесі. Көзделіп отырған қызмет Мезет кен орнында қатты пайдалы қазбаларды барлау жұмыстары. Басқа аумақтарда баламалы түрде қарастыру мүмкін емес. Себебі жұмыстар Абай облысында лицензиялық алаңның шегінде М43-20 парағындағы 137 блок аумағында жүргізіледі. Ауданның геологиялық, геофизикалық ерекшеліктері, сондай-ақ технологиялық регламенттің ұсынымдары ескеріліп отырып, жобаны іске асырудың негізгі нұсқасы таңдалды. Бұл нұсқа экологиялық, санитарлық гигиеналық талаптарды, жер қойнауын қорғау және төтенше жағдайлардың алдын алу шараларын сақтау тұрғысынан ең тиімді және қауіпсіз болып табылады. Назарларыңыз үшін рахмет. Баяндамам аяқталды. Сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз болса, жауап беруге дайынбыз. Баяндамаңызға рахмет, Данияр. Баяндамаға байланысты сұрақтарыңыз бар ма? Қол көтеріп сұрақтарыңызды қоя беріңіз. Чатта да сұрақтар бар? Жоқ, сұрақ жоқ. Онда қоғамдық тыңдауларды қорытындылауға кірісеміз. Құрметті қатысушылар, сіздерге Абай облысындағы Мезет кен орнының кен ауданының 137 блок шегіндегі лицензиялық алаңда қатты пайдалы қазбаларды барлау жоспары үшін жұмыс жобасына әсер етуге экологиялық рұқсат алуға арналған материалдар құжаттамасы ұсынылды. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың қаралған құжаттар мен тыңдалған баяндамалардың сапасы туралы олардың түсінудің толықтығы мен қолжетімділігі тұрғысынан жалпы пікірін айта аламын. Құжаттар толық және түсінуге қолжетімді болып табылады. Сондай-ақ қоғамдық тыңдаулар өтті деп те айта аламын және қоғамдық тыңдаулар аяқталды деп жариялаймын. Барлықтарыңызға қатысқандарыңызға рахмет. Рахмет. Спасибо большое. Рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.